Соны қандай қай жеріңізде қандай диагнозыңызды Менде позвоночный грыжа, 8 позвоногымнан грыжа болдым. 8-і протрузия. Енді менде МРТ түсірді орқымда, и жаңағы неде КТ түсірді 2022 жылы. Енді үйтіп тоқтадыңдар, мен лечение ананы жүрдім ғой, ана жерден алдым, народный, әйтеуір бірдеме қылып, без операция башла, и осы уақытқа шейін келдім 23 жылдан. Бірақ мен сонда да бір жарты сағат жүрсем 20 минут жатам. 20 минут жүрсем жарты сағат жатам. Постоянно боли, постоянно мазасыздандырып тұратын. Онымен қоса менде коксартроз 2 жамбас сүйегім. Ол коксартроз деген ауру деді. Ол неизлечимый деп айтқан маған врачтар. Соның өзі постоянно ой кетіп, жамбасым постоянно маған массаж керек, постоянно немен айланысып жатыр. Соның барлығы мына мені ішкеннен кейін мен осы ноябрьдің 15 ноябрь 8 ноябрьде мен подписка жасадым. 15 ноябрьден бастап мен магний водород іше бастадым. Магний водородта и бір 5 күн 5 талдан іштім да, одан кейін уже ударный доза деді ма, таңертең түсте кешке күніне 3 уақыт мен магний водород ішемін. Ноябрь, декабрь мен солай іштім. Январда мен оның дозасын азайттым. Таңертең біреу, кешке біреу, таңертең біреу, кешке біреу, магний водород. Сонымен қоса мен мен жаңағы 5 күн бір талдан ішкеннен кейін артролайнмен қосып іштім. Сонда мен где-то магний водородтан 6-7 пачка магний водород кетті маған. И 3 жаңағы пачка артролайн іштім. Артролайн таңертең түсте кешке, таңертең түсте кешке іштім. Вот солай. Содан өзімнің даже қалай осы немнің былай қарасам бұрынғыдай жүгіріп жүрдім, бұрынғыдай уже ауруымның бәрін уже бұрынғыдай сезінбейді, ашып ана жотам ашып тұратында. Қазір міне бәленбай уақыт отыра беретін. Тойға барсам да, үйде болсам да, бүйтіп шыдамай кетеді, бір жерлерде өзім намысыма тырысып отыра беремін. Зато үйге барғанда жаты қалаттым. Постоянно массаж жасайды, постоянно біресе анан жағам, біресе мына обезболивающийден жағам да, и кетанов мен постоянно кетановты қолданамын. И содан кейін менде өтім жоқ, өт жоқ. Өтті 2022 жылы февральда алып тастаған. Содан кейін уже проблема жаңа ЖКТ-мен проблема басталды менде. И жаңа постоянно түнде қарай өтті алғаннан кейін мен ұтпаппын. Анандай дәрмек, мынау ішуді. Маған назначение жасаған, бірақ оларды ішпедім. Оны алдым да, менде уже пищеводта проблема басталды. Постоянно асқазанымда. Соны приступ болатын. Түнгі сағат 12-мен мен уже отырам, бүйтіп жастықты құшақтап алып, таңғы сағат 7-ге шейін әйтеуір бір уақытында бір басталғанда әрең жылы су ішіп, сонымен ғана жүрдім. Постоянно шланг жұтып, постоянно шлангымен ішкен жегенімді жаңағы асқазандағы тамақты тазалап тұратын. Ішіндегі жаңағы нелерді, жаңағы өт, асқазанға жаңағы сорпа сияқты каша-маша болады. Соның барлығын сол арқылы шығарып тазалайтын. Соның бәрі басылды. Мынандай кусок ет жей алмайтын, ет жедім бе бітті бәлеге қалатын. Сонда постоянно приступ ұстайды. Соны бүйтіп итеріп отыратын. Содан Аллаға шүкір, ноябрьдің 15-нен бастап іштім, декабрь, январь, февраль, март, апрель, марттың 11-не шейін іштім. Артролайнды да, жаңа магний водородты. Одан кейін тоқтаттым. 10 жыл ұстамаған оразамды ұстап көрдім бір ай. Содан жақсы мен өз-өзіме результат алдым. Енді қалай ораза бітті, одан кейін қайтадан магний водород ішіп жатыр. Күніне 1-ақ штуктан. Сол маған жақсы не жасап жатыр. Конечно, басында менде жаңағы ауырғанның бәрінде маған кері не болды, обострение бергенде тоже мына саусақтарым ұшына шейін инемен қадаған сияқты. Жаңа мені мына жотамда да инемен қадаған сияқты ана обострение өте керемет қатты болды. Сол обострениеға шыдадым, не болса болсын ішіп көрейін бір жерден. И сіндім, үлкен болып түсіп кеткен. Соны ақырын қазір басылды. Барлық ісігім де қайтып бара жатыр. Жүріс тұрысым да өзгерді.
бұрын жалғыз жүре алмайтын, жалғыз да шапқылап жүгіріп кететін. Сондай керемет, өте керемет результат алыпсыз. Алла тағала сізге күш қуат беріп, бұл жердің компанияның президенті болыңыз. Үлкен акционер болыңыз. Командаңыз үлкен болсын. рахмет.